Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында бір отбасы жалғыз баласынан айырылды. Шелек ауылының маңындағы Сарыбұлақ елді мекенінде Ербол Нұрлан есімді жігітті ауылдастары ұрып соққан. 9 күн ауруханада ес-түссіз жатқан жәбірленуші кеше түні көз жұмыпты. Марқұмның әкесі Нұрлан Бейсенбаев оқиғаның 11 сәуір күні орын алғанын айтады. Ауылдың тұрғыны Медет Туражанов, 18 жастағы баласы Дәулет Туражан екеуі Шелек ауылында мұғалім болып жұмыс істейтін жігітті өз үйіне іздеп келген. Алайда орталыққа кеткен Ербол Нұрлан сол күні кешке мән-жайды білу үшін Туражановтардың үйіне өз аяғымен барыпты. Алайда сол күні ол соққыға жығылған. Дестер шамасында маған Руслан дейтін бір азамат, ұйғыр жігіт звондады. Ой, үлкен жағдаят болып жатыр мына жерде. Тез кел деді. Сонымен мотоциклін мініп ұшып қонып бардым. Барсам баламды отырғызып қойыпты ана креслоға. Үсті басы шылқа су. Үйдің ішінде ме? Есігінің алды ғой. Содан бұның әкесі Туражан деген мен танимын. Шешесі де тұр. Жағы Медет отыр, мен ұрғам жоқ дейді. Мен балам қолында, телефон қолында. Жағы баласы тұр. Және мына жағында жағы маған звондаған ұйғыр жігіт, және бір жолдасымын дейді. Серікбек деген жігіт тұр. Әбдуәли деген кісінің баласымын деді. Мынаны не қылып тастағасыңдар деп едім. Ана әкесі тұр. Мен ұрдым, мен ұрдым мен. Мыналарың не деп едім. Мен келінменен чатасы бар екен. Қандай ұстап алдыңдар ма деп едім. Жоқ, ұстап алмады. Телефоннан келіннің номер, телефоннан балаңның номері шықты. Номері шыққан енді өз істейсіңдер ма сендер? Мынаны өлім шығып тастаптыңдар ғой мынаны. Енді скорый шақырмайық қой, мынаны өледі ғой мынау дедім. Өлмес өлме қапсыз деді. Ана әкесі айтады, 63-ке келді. Ес-түссіз жатқан баласын алып үйіне әкелген әкесі жедел жәрдем шақырады. Кештұрым Ербол Шелектің орталық ауруханасына жеткізілгенде не болғанын айтып беруге шамасы да келмеген. Ербол Нұрбол 12 сәуір күні кешкі сағат 8-дер шамасында Шелек ауылдық орталық ауруханасына келіп түскен. Оны әкесінің алып келгені белгілі болды. Дәрігерлер науқасты қараған соң оның есінің тіреселі шыға салы екенін анықтаған. Оқиға орнына келген полиция Ерболдан түсінік алыпты үлгермеген. Ал сол күні түнгі сағат 12:30-да ол жансақтау бөліміне ауыстырылып, ес-түсінен айырылып, сол сәттен бастап комаға түскен. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибы тела, ушиб органов грудной клетки, средостения, отек головного мозга. 21 түнгі сағат 2:30. Не болды? Остановка сердечной деятельности. Бір аптадан астам өз-өзіне келе алмай ауруханада жатқан жігітті дәрігерлер өлімнен арашалай алмапты. Жарақат ауыр болған. Марқұм Шелек ауылындағы орта мектептердің бірінде мұғалім болып жұмыс істеген. Нұрлан Бейсенбаев баласының өліміне Сарыбұлақ ауылының орталық көшесінде тұратын Медет Туражанов есімді азамат пен оның жақындарын кінәлап отыр. Жалғыз ұлым бір емес бірнеше кісінің жабылып ұрып соққанын куәгерлер көрген. Алайда жергілікті полиция 10 күн бойы күдіктілерді ұстамаған. Тек өлім мен өмірдің арасында жатқан жігіт тапсырғанда барып Медет Туражанов құрықталыпты. Мен тергеу орындарына Еңбекшіқазақ аудандық ішкі істер бөліміне жаңағы начальник келді ғой, тергеу бөлімінің орынбасары келді ғой. Бәрі өтірік, жалған. Мыналармен астасып алған, мына жауыздармен астасып алған. Ауыз жаласып алған. Шындық осылай. Бұл жүрісіп жатқан жоқ. Жұмыс жүрісіп жатқан жоқ. Кешеуілдетіп, осы жазадан қылмыстың есінен құтылудың әдіс-амалын жасап жатыр бұлар. Отбасылық қылмыс жасап отыр ғой бұлар. Сондықтан 80 жылғы жігітті ғана ұстап отыр. Оған біз наразымыз, келіспейміз. Бұл жерде жаңа 80 жылғы жігіттің баласы бар, оның әке-шешесі бар, тағы бір достары бар деген. Осындай. Одан кейін жаңағы біздің бауырымыз қайтыс болған. Ербол деген жігіттің жанында 2 жігіт болған. Сол үйге кіре берісте, қақпаға кірген кезде жаңағы 80 жылғы Медет деген жігіттің баласы балтасын алып жүгірген кезде жаңа Ерболдың 2 досы қашып кеткенде, Ербол сол жерде, сол үйдің ауласында, сол оқиға орнында болғанда, сол өлім шығып айбандықпен сабап осындай бүгінгі өліміне әкеліп отыр ғой қысқасы. Осы оқиғаға қатысы бар делінген Туражановтар отбасы мұғалімді аулаларында ұрып соққандарын жоққа шығармайды. Үйдің үлкені Дәулет Туражан марқұмның шешесімен телефон арқылы сөйлесіп жүргенін айтады. Жүк тасымалымен айналысып, сол күні үйіне келген Медет Туражанов әйелінің телефонына түнгі мезгілде Ербол Нұрланнан қоңырау түскенін байқап қалған. Ерлі зайыптылар арасындағы қызғаныштың кесірі осылай адам өліміне соқтырған деген болжам бар. 18 жастағы Дәулет сол күні Ерболдың достары
тұрғындарын балтамен қорқытып қуып жібергенін мойындап отыр. Одан кейін үйдің ауласында қылмысқа күдікті әкесінің марқұмды тепкінің астына алғанын да жоққа шығармады. Кеше үйде машина тұрған есігімде. Өтем машина, сосын танымадым. Сосын үйге кіріп бара жатыр едім. Папам ана баланы ұрып жатқан енді. Не болғанын білмедім басында. Сосын машинадан екі бала түсті да, үлкен зару балалар бар. Мужиктар солар түсіп келе жатыр екен. Сонымен мен үйге кірдім, үйдің есігі алдында енді не бар екен. Балта жатыр екен, алдым енді. Өзім шамам жетпей тұрғанын біліп тұрдым. Өз-өзімді қорғау үшін, әкемді қорғау үшін енді. Балтаны алдым да екеуіне қарай жүрдім, ақырындап. Кетіңдер деп. Үйге қарай кіріп бара жатқан кезде екеуі қашты машинадан. Сосын үйге кірсем, ана бала креслода отыр екен, кішкене есін жинай алмайтын. Бұл отбасы жігітпен сөйлесіп жүруі мүмкін деп сезіккеленген 5 баланың анасында үйінен қуып жіберген, ал әкесін кеше полиция ұстап әкетіпті. Алматы облыстық полиция департаменті алғашқыда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107 бабы 1 бөлімі бойынша, яғни денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру дерегі бойынша іс қозғаған. Ал кеше істі қылмыстық кодекстің 106 бабы 3 бөлімі бойынша қайта қозғап, күдіктіге кінәлі адамға дәрменсіз күйде екенін көре тұра бір көрсетіп, адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан қылмысқа барды деген айып таққан. Қылмыстық іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 107 бабының 1 бөлігінен 106 баптың 1 бөлігіне қайта сараланды. Сезікті ер адам осы бойынша күдікті деп танылды. 2021 жылдың 21 сәуір күні жәбірленушінің жансақтау бөлімінде қайтыс болуына байланысты қылмыстық іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабының 1 бөлігінен 106 баптың 3 бөлігіне қайта сараланды. Қазір күдікті Шелек аудандық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Жергілікті полицияның адам денсаулығына қасақана ауыр зиян келтірген азаматты 10 күн бойы оқшауламағаны түсініксіз. Ол өзінің әйеліне де осындай ауыр дене жарақатын салуы мүмкін, немесе өлтіруде кәдігеді дейді ауыл тұрғындары. Бүгін дәрігерлер марқұм Ербол Нұрланның денесін туыстарына берген. Ертең жерленеді. Жігіттің әкесі құзырлы органдардан тергеуді әділ жүргізіп, жалғыз баласының өліміне кінәлі өзге тұлғаларды да анықтап жауапқа тартуды сұрайды. Ришат Асқарбекұлы, Азаттық рухы, Алматы облысы.